Достар, сәлем! Для этого урока подготовила для вас видеословарь, тема глаголы. Прежде чем начать, хочу сказать всем большой рахмет за лайки, за комментарии, за подписку. Подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Если мои уроки вам нравятся, ставьте лайки. Ал енді бастайық. Төсек салу. Төсек салу. Постелить постель. Дети, постелите постель и ложитесь спать. Балалар, төсектеріңді салып, ұйықтаңдар. Балалар, төсектеріңді салып, ұйықтаңдар. Үй салу. Үй салу. Построить дом. Мы строим новый дом. Біз жаңа үй салып жатырмыз. Біз жаңа үй салып жатырмыз. Ат қою. Ат қою. Дать имя. Вы какое имя дали ребенку? Балаға қандай ат қойдыңыздар? Балаға қандай ат қойдыңыздар? Здесь обратите внимание, местоимение «вы» опускается, мы его не говорим, но мы видим, что это уважительная форма, потому что окончание, да? Уважительное и множественное. Қол қою. Қол қою. Ставить подпись. Поставьте подпись на заявлении. Өтінішке қол қойыңыз. Өтінішке қол қойыңыз. Сұрақ қою. Сұрақ қою. Задать вопрос. Хотела вам задать вопрос. Сізге сұрақ қояйын деп едім. Сізге сұрақ қояйын деп едім. Көңіл бөлу. Көңіл бөлу. Көңіл аудару. Көңіл аудару. Уделять внимание, обратить внимание. Обратите внимание, пожалуйста, көңіл бөліңізші. Көңіл бөліңізші. Здесь слово «пожалуйста» передается у нас с помощью суффикса «ш». Көңіл қою. Көңіл қою. Проявлять внимательность. Внимательно слушайте, пожалуйста. Көңіл қойып тыңдаңызшы. Көңіл қойып тыңдаңызшы. Су болу. Су болу. Промокнуть. Я осталась под дождем и промокла. Жаңбырдың астында қалып су болдым. Жаңбырдың астында қалып су болдым. Ғашық болу. Ғашық болу. Влюбляться. Я была влюблена в этого артиста. Мен осы әртіске ғашық болғанмын. Мен осы әртіске ғашық болғанмын. Үлкен болу. Үлкен болу. Повзрослеть, взрослеть. А также есть слово «есею», тоже переводится «взрослеть». Мы переехали в город, когда я стал взрослым. Біз қалаға мен үлкен болғанда көштік. Біз қалаға мен үлкен болғанда көштік. Тіл алу. Тіл алу. Слушаться. А тіл алғыш, такое слово есть, тіл алғыш, послушный переводится. Ученики слушались меня. Оқушылар менің тілімді алды. Оқушылар менің тілімді алды. Следующее слово дем алу. Дем алу. Дышать. Когда они пишутся раздельно, дем алу, переводится дышать. А когда пишется вместе, дем алу, отдыхать переводится. Врач, дышите, не дышите. Дәрігер, дем алыңыз, дем алмаңыз.
Дәрігер, демалыңыз, демалмаңыз. Қарсы алу, қарсы алу. Переводится встретить. Встретить с дороги, встретить на вокзале, встретить в аэропорту. Например, он поехал встретить родителей, ол ата-анасын қарсы алуға кетті. Ол ата-анасын қарсы алуға кетті. Шығарып салу. Шығарып салу. Проводить. Проводить на вокзал, в аэропорт, проводить гостей. Я проводила Айдану до остановки. Мен Айдананы аялдамаға дейін шығарып салдым. Мен Айдананы аялдамаға дейін шығарып салдым. Дәм тату. Дәм тату. Переводится быть приглашенным в гости. В этом контексте используется, а также используется как угощаться. Например, приглашаю вас в гости. Біздің үйден дәм татып кетіңіз. Біздің үйден дәм татып кетіңіз. А также мы знаем, что есть слово шақыру. Приглашать, да? Сізді қонаққа шақырамыз. Так тоже можно сказать. Следующее. Угощайтесь. Дәм татыңыз. Дәм татыңыз. Дәмін татып көру. Дәмін татып көру. Пробовать на вкус. Попробовать на вкус переводится. Я попробовала вкусно. Мен дәмін татып көрдім. Дәмді. Мен дәмін татып көрдім. Дәмді. Дәмін көру. Дәмін көру. Пробовать на вкус. Например, попробуй, пожалуйста, дәмін көрші. Дәмін көрші. Здесь тоже, пожалуйста, передается с помощью ш. Суға түсу. Суға түсу переводится купаться, мыться, купаться в речке. А также есть слово шомлу, жуну, да. Помимо с ними тоже используется слово суға түсу. Например, утром я моюсь, или там я утром принимаю душ, или я утром купаюсь, можем сказать мен таңертең суға түсемін. Мен таңертең суға түсемін. Мы раньше в этой речке купались. Біз бұрын осы өзенге суға түсетінбіз. Біз бұрын осы өзенге суға түсетінбіз. Көңілі қалу. Көңілі қалу. Разочароваться. Он разочаровался. Оның көңілі қалды. Оның көңілі қалды. Бәлеге қалу. Бәлеге қалу. Нажить неприятности. Нажила неприятности на свою голову. Басым бәлеге қалды. Басым бәлеге қалды. Артта қалу. Артта қалу. Оставаться позади. Мы остались позади. Біз артта қалдық. Біз артта қалдық. Бекжан, хорошо учись, не отставай от других. Бекжан, сабағыңды жақсы оқы, басқалардан артта қалма. Бекжан, сабағыңды жақсы оқы, басқалардан артта қалма. Кешігіп қалу. Кешігіп қалу. Опаздывать, прибывать с опозданием, прибыть поздно. Ты сегодня на работу опоздала? Сен бүгін жұмысқа кешігіп қалдың ба? Сен бүгін жұмысқа кешігіп қалдың ба? Ұятқа қалу. Ұятқа қалу. Оказаться в неловком положении или опозориться. Мои бауырсаки не получились, стыдно. Бауырсағым дұрыс піспей, ұятқа қалдым.
Бауырсағым дұрыс піспей, ұятқа қалдым. Достар, надеюсь, этот урок для вас был полезным. Я вам желаю удачи в изучении казахского языка. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.